Ё-моё. Қой тұрайық ұйқыдан, ё-моё. Бүгін видео түсіру керек. Еще мен саяхатқа барам, соны видеоға түсірем-ау деймін, әйтпесе видео салмағалы көп болды. Мен уже күтіп қалған шығар адамдар. Так, хей, ассалаумағалейкум достар, сендер мен Нурик қалайсыңдар? Ренжімеңіздер. Жалпы көп менде түсініспеушіліктер болды, сондықтан мен видео түсірамадым. Өзім жұмысым бойынша қолым тимей кетті, сондықтан енді алдағы уақытта смело көп активный видеолар түсірем, уәде беремін достар. Ал енді бастайық. В общем, мен бүгін достар неге саяхатқа шығайын деп жатырмын, өзіме демалыс берейін деп жатырмын. Әйтпесе мен уже миым анау-мынау нелерден шаршап кеттім. Сол үшін сендермен бірге шығайық. Ал сендер болса арнаны тікенде лайк басында комментарий жазыңдар. Ал біз кеттік. Короче, в общем, мәссаған, мен заттар дайындап қойған болатынмын кеше. Сол кешке дайындап қойған заттарымды енді бүгін апарайын деп жатырмын. В общем, сол саяхатқа шығайын деп, в общем, нақты автоматтар дайындап қойдым. На всякий случай, біреулер, аңдар, адамдар бір нәрселер шықса, и полный атып дайын тұратын қылыш таба алдым еще. Ал, в общем, енді саяхатқа шыққым кеп тұр бүгін. Ауылда отыра бермей кішкене саяхатқа шығып, әлі бізде қар жаумады, сендердің қалаларында қар жауды ма, комментарий жазып кетіңдер. Мен оқимын, обязательно қай қаладансыңдар жазып кетіңдер. Ал біз кеттік. В общем, мен былай қарай жүргім кеп тұр, біраз жүріп бір судың бір жерінде барып, в общем, отырып кішкене серуендеп миды тынықтырайын. В общем, ё-моё, қырғын болып кетті ғой. Достар, в общем, вот енді активный видео түсіруге тырысам. Осылай жүре берейік. Лай. Достар, жалпы сендерде қандай нелер болып жатыр, сабақтарың қалай? Жақсы оқып жатсыңдар ма, достар? Қолым тимей кетті соңғы кездері, сондықтан видео түсіруге уақытым болмады. Ренжімеңдер. Енді смело көп видео түсіремін, достар. В общем, енді мен қазір саяхатқа шығып бара жатырмын. В общем, жалпы былай өзен бір су тауып алып. Тек жалпы осы жаққа қарай жүре берейік. Қай жақ бір су, бір нәрсе, бір үлесетін жер бар ма екен? Соны білейік. Ё-моё, аяғымды ауыртып алдым. Қой осыны тезірек қару-жарағымды алып алдым, әйтпесе бір аң шықпаса тағы. Бұл шабуылдап, бұл орманның шығы не дегенмен. Мынандай су болмайды енді, бұндай су. Ой, өзен керек бізге кәдімгідей бір тататындай. Соны іздеп табайын, достар. В общем, видео көп түсірмей кеттік. В общем, қанша болды? 2 апта болды-ау деймін, видео түсірмегеніме. Енді смело видео түсіремін. Уақытым нормально бар. Так, мына өзенде жарамайды негізі, былай ағып, бір су ағып тұратын жер болса, бір ми тынықтырып, құстар ұшып, соның яқты еще медузалар жүр. Медуза деп қой, бір осьминогтар güzel, в общем, бір нәрсе атын тұлам, комментарий жаза кетейік атын. Так, в общем, былай жүре берейік. Ё-моё, мына жерге талқа қадалып қала жаздадым, құрсын. Былай іздеп, әлі жүрім, іздеп, ё-моё. Егер қазір іздеп таққан әке камераны қосам-ау деймін, жалпы әйтпесе көп іздеп кеттім что-то. Давайте. Так, шаршап кеттім, күнде батып бара жатыр. Күні бойы таппадық қой, бір идеальный су. Что-то бір су көріп тұрған сияқтымын. Ағын тұр ғой. Давай ары қарай осы жерге қоныстана салайықшы. Әйтпесе мен бүгін полный саяхатымды және бүгін далаға қонам-ау деймін. Күшті қонау. Базар жоқ. Мынандай жататынды алып келем мен. Сен мына жерге жайлап қоныстана берем оны, сәл мыналарды ысырып алып сәл. Егер біреулер не істеп жатса, келіп жатса, аңдар шабуылдап жатса, еще ата қоям оғырсын. Шар дегендей ғой, короче. Так, былай кішкене талға тақалып жатайық және в общем, мына суды жалпы барып көріп. Тоқтаңдаршы, достар. Ананы кім көріп тұр? Сендер көріп тұрсыңдар ма? Камераға түсіп тұр ма? Анақта бір что-то бір есік тұр ма, Бар. Судың ішіне кім есік сап кеткен, ё-моё. Несі?
ашылады екен. Ё-моё, ашылады екен, прикинь. Ё-моё. Ей, мынаны кім қойып кеткен құрсын. Сындыр. Ё-моё. Мәнақта адамдар жатыр ғой. Ё-моё. Ё-моё, мен саяхат не болып кетті. Мәссаған адамдар скелет қып тастаған. Ё-моё. Не істеп жүрсің? Аға, не істеп жүрсің мен енді? Құра бері. Сен налаз болған көрдің ба? Сен маньяксың ғой, қазір атшы берем. Жоқ. Сен қорықпай ақ қой. Бұл менің мәйітім емес. Яғни менің отбасымдікі. Біз ошақта тұрып, бәрі шет-шетінен аштан қырылған болатын. Сондықтан мен жалғыз тірі қалған адам, осы бейбітшілік заманға дейін келіп, тамақ жеп жүрмін. Онсыз да мен жас көрінетін шығар. Мынау бәрі маска. Яғни маска киіп алғанмын, киімімде жастар шығар. Бірақ мен бір үлкен кісінің баламау. Өтірік айтпашы, сен мені алдап тұрсың, ұқтың ба? Қазір атып түсірім. Атсаң ата ғой, мен онсыз да қанша өмірім қалды дейсің. Өтініш, тоқтай тұр, мен саған бәрін түсіндірем. Ешнәрсе де түсіндірмей ақ қой, түсінің ба? Сен мені өлтірейін деп тұрсың. Кел балам, кел, қорықпа, жақын. Қорықпай ақ қой, ештеңе қылмай ақ қой, жай ғана кел. Келмеймін ал, не істейсің ал? Өтірік деп тұрсың ба? Успокойся, нормально. Біз СССРде өмір сүргенбіз ғой енді. Сәл орысша да сөйлеп қоямыз. Сондықтан өтініш, кішкене жақындап, оружиеңді тастай қойсаң. Тастамаймын ал, не істейсің ал? Менде калаш та бар. Атып түсірем. Түсінің ба? Атып түсірем. Атып. Мана. Мен үйтіп жақындатып, мен алдап қылқындырып алам деп ойлап тұрсың ба? Балам, түсінші, мені автоматпен атсаң, атып таста, өлтіріп таста, тек қасыма жақындай қойшы. Жақындамайым, мынаны түсіндір маған. Ё-мой, саз отыр, қай жылы өлген алардың бәрі. Айтып тұр ғой енді, бұлармен отбасым. Неге көнбейсің онда? Қолымен қазанба енді, менде күрек жоқ қой. Ё-мое, саған сенбеймін. Ал, жақында көніш. Балапыш, қаяқтан келдің? Қазір сені өлтірем. Талып қалды. Ё-мое, мәс срочно. Ё-мое, достар, камераға түсті ма? Короче. Ё-мое, мен срочно милиция, полиция шақыру керек болмайды мынау. Ё-мое, ананың ішін тағып зертіп түсіріп шығайын. Ё-мое, анау точно талды ма? Ё-мое. Ё-мое, мәс саған. Мыналар андай неміз ба? Шын сияқты ол қандар тұр. Ё-мое, қай жылы өлген мыналардың бәрі. Мынау маньяк точно мені қылқындырып алды ғой. Ё-мое, мойным ауырып тұр кішкене. Ё-мое, төсегін салып апты. Ё-мое, срочно мынақа полиция шақыру керек. Полициялар шешеді, мен қазір талтып тастадым. Ё-мое, точно талды ма мынау? Талды. Ё-мое, мен таңдап атып кетті ғой. Ё-мое, құрсын, жоламау керек. Ё-мое, достар, в общем, осындай болды, короче. Ё-мое, бұндай саяхатым не болды, мен демалыссыз өтетін болдық қой. Ё-мое, осылай біртүрлі момент видео түсіріп алдық қой. Қайта осындай камера ашып шыққаны жақсы болды. Айтпесе дейтін, мынандай дәлелдерді мен істей алмайтын едім. Ананы мен просто талдырғаным үшін сотталып кететін едім. Сондықтан мәс саған енді не үшін қазір атқаны видео түсіріп алдым, главный. Енді сол, в общем, мен оружие ұстағаныма әңгіме айтатын шығар, бірақ енді білмеймін. Қазір мен тез милициялар шақырып жіберейін. Достар, тоқтаңыз, мен осы жерден өшірейін айтпақшы. Ал достар, сіздерге осы видео ұнаған болса, арнаға тіркеліңдер, лайк басында комментарий жазыңдар. Осындай нелерге қамаңдар. Ё-мое, жаман қорқып кеттім құрсын. Ал сендермен болған мен Нурик. Ал давайте достар, сау болыңдар. Келесі видеода кездескенше.